Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Естеріңізге салып қоймайын, алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен отан отбасынан басталады бөлімін аяқтадық. Бүгінгі күні біз сіздермен нәтиже сабақ өтеміз. Сонымен, осы бөлім бойынша сіздер не үйрендіңіздер? Алдымен отбасы деген не? Ол қоғамның ең кіші, бірақ ең маңызды бөлшегі. Ол адамның алғашқы қадам басар мектебі, мейір мен сүйіспеншіліктің ордасы. Отбасында адам жақсы мен жаманды айырады, сыйластық пен жауапкершілікті үйренеді. Әке тірек, ана жүрек, бала болашақ. Сондықтан отбасы бақыттың, бірліктің және тәрбиенің бастауы. Біз сіздермен этикет сөздері туралы айтып едік, Енді бірінші тапсырмада отан отбасынан басталады тақырыбы бойынша өткен материалдардағы кездескен және өзің білетін этикет сөздерді қарастырып, қазақ отбасындағы әке, ана, бала арасындағы диалогтық сөз мәтінін құрап жазыңыздар. Керемет. Өздеріңіздің жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырып қарап шығыңыздар. Келесі айтылым тапсырмасында оқушылардың арасында кітап оқу төмендеп кетті, Енді сіздердің мындай тапсырма сіздерге. 6-шы сынып оқушысына Абайдың атына хат жазыңыздар. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Келесі барлықтарыңызға мәлім ол қалпақтар, ойшыл қалпақтар ойыны. Отан отбасынан басталады тақырыбында 6 оқушыдан топтасасыздар да 6 түрлі қалпақ киіп, өзара пікірталас өткізіңіздер. Сіздердің алдарыңызда бағдар беретін сұрақтардың жауаптары. Осы үлгі бойынша арғарай өз ойларыңызды өрбітсеңіздер болады. Осы бүгінгі сабақты Жүсіповтың мынадай әдемі өлеңмен аяқтағым келіп отыр. Отбасы жылы ұямыз, тірегі ата-анамыз. Уыз сүт еміп осында олжып біздер өсеміз. Осында үлгі аламыз, осында адам боламыз. Еркелеп, ойнап, еліктеп, осында өсіп толамыз. Тәрбие мектеп отбасы, ақылды баулып, тіл ұштар, өрімдей тезге тартылған әдепті бейне дұрыстар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше назарларыңызға рахмет.